Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Адамзат баласының қол жеткізген игіліктерінің бірі білім қазынасы ол кітап. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарих мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап таңдап талғай оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайым мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Кітап бүгінгі күн тұрғысынан алғанда маңызын жоймаған дүние. Ендеше қоғамның сан салалық мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты ол үнемі жас оқырмандар тәрбиелеп отыру. Нөмір 62 мектеп-лицей кітапханасындағы Атамұра кітапхана сериясымен жарық көрген кітаптармен таныс болыңыздар. Сағи Жиенбаев, Алтын қалам, өлеңдер мен поэмалары. Алматы қаласы, Атамұра баспасынан шыққан. Жүректің сырын шертетін сен біздің алтын қаламсың деген сөздің қазақ лирикасының қас шебері Сағи Жиенбаевтың өзіне бағыштап айтуға болады. Оның адалдық пен пәктіктен, ізгілік пен сұлулықтан жаралған рухани мұрасы көркемдік құндылықтарға деген бүгінгі де ертеңгі де сұраныстарыңызға риясыз қызмет ете берері кәміл. Ақынның бұл жинағы таңдамалы өлеңдер мен поэмаларынан тұрады. Өлеңдерде адам бойындағы алуан қасиеттер, жан сезімі, жүрек толғанысы жырланады. Кәкімбек Салықовтың жезкиік өлеңдер жинағы. Алматы қаласы, Атамұра баспасынан шыққан. Қазақ халқының көрнекті ақыны Кәкімбек Салықовтың әр жылдары жазған өлеңдері еніп отыр. Кітапта нәзік лирикаға орнаған мөлдір махаббат шындығы, шапшып тұрған тіршілік көріністері, сүйкімді әзіл мен адамды ойға салар салиқалы жыр жолдары топтастырылған. Жинақтың жыр толқытып, ән татыған өлеңдері әр жаңа сыр-сандықты ашқандай көпшіліктің күткен деңгейіне жарқ етеріне кәміл сенеміз. Сәкен Сейфуллин, Аққудың айырылуы, өлеңдері мен поэма, әңгімелері мен повесі. Алматы қаласы, Атамұра баспасынан 2010 жылы шыққан. Кітапқа аса көрнекті жазушы Сәкен Сейфуллиннің көпшілік оқырманға ежелден белгілі өлеңдері мен Көкшетау поэмасы, Қыр балалары, Бандыны Хуан Хамид, Омар атты әңгімелері, Жер қазғандар повесі енгізілді. Қазақ елінің бақытты болашағына қалтықсыз сенген күрескер суреттердің туындарынан туған жерге деген шексіз махаббат, бір өкініш, бір үміт шарпыған замана туралы толғанысы аңғарылып жатады. Мағжан Жұмабаев, қазақтың ұлы ақыны, көркем сөзші, аудармашы. Мағжан Жұмабаев, Сүй жан сәулем, өлеңдер мен поэмалар. Алматы қаласы, Атамұра баспасынан шыққан. Жалғыз қазақ емес, күллі туған жерінен шыққан түркі текті халықтарының мақтанышына айналған, мәңгілік сөнбес шолпан жұлдыздай жарқырап шыққан ақын жырлары уақыт өткен сайын қырынан танылып, жаңадан жас оқырмандар тауып отырары сөзсіз. Қалың жұрт ұзақ жылдар көз жазып қалған қазақтың ұлы ақынының бұл кітабына әр жылдар жазылған өлеңдері мен поэмалар топтастырылған. Мұқағали Мақатаев, ақын, драматург, аудармашы. Мұқағали Мақатаев аманат жинағы. Алматы қаласы, Атамұра баспасынан шыққан. Қазақ поэзиясында сирек кездесетін сөз зергерінің бірі Мұқағали Мақатаевтың бұл жинағына 2000 жылы Абай атындағы Қазақстан мемлекеттік сыйлығы берілген еді. Қалың оқырман сұранысына орай Ақиық ақынның өлең кітабына лирикалық өлеңдері мен поэмалар жинақталған. Жинаққа бұрын шыққан қос томдық пен үш томдықтарына жарияланбаған, кейіннен табылған аманат жырлары енгізілген. Ақын жырлары көңілі қаяу, санасы ояу бүгінгі оқырмандарды тағы да бір серпілтіп тастары сөзсіз. Оқырмандарымызды кітап оқуға шақырамыз.